Сәлем қыздар, заварной тәттісін дайындаймыз. 200 грамм суымызға 90 грамм майымызды салып жылытамыз. 110 грамм ұнымызды қосып, баяу отта қамырымызды бір келкі етіп араластырып отырамыз. Оған 200 грамм жұмыртқамызды біртіндеп қосып отырып, венчик көмегімен немесе миксер көмегімен араластыруға болады. Дайын болған қамырымызды осындай кондитерлік қалташамызға салып, дайын тұрған пергамент төселген листімізге формасын келтіріп, қызып тұрған 160 градустағы пешімізге шамасында 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әп-әдемі заварной дайын болды. Енді кремімізді дайындайық. Глегейімізге 110 грамм қант ұнтағын қосып, миксер көмегімен араластырып, формасын ұстайтын крем дайындаймыз. Заварнойларымыздың астын тесіп, кремдерін саламыз. Бізде сондай тәтті ерекше заварной дайын болады.